Ақтөбеде қолжетімді баспана 2020 бағдарламасының жас отбасыларға арналған тұрғын үй бағыты бойынша өтініштерді қабылдау басталады. Бағдарламаға қатысушылар маусым айының 23-27 аралығында оңтүстік батыс ауданында орналасқан нөмірі 10-ші мектепке келіп құжаттарын тапсыра алады. Баспана кезегінде тұру үшін қандай құжаттар керек? Жалпы талап шарттар өзгерді ме? Толығырақ Гүлден Абайқызы тарқатады. Былтыр облыстық филармония алдындағы ұзын сонар кезек өтініш қабылдаған ғимаратты түнімен торуылдаған жастар көпшіліктің есінде. Мыңдаған отбасының құжаттары екшеленіп, сараланып, ең аяғында 216 жанұя жылу ұясын тапқанды. Жаңадан салынған Нұрақтөбе мөлтекауданында жуырда ғана қоныс тойын тойлады. Бағдарлама биылда жалғасын таппақшы. Осы жолы мамандар өтінішті маусымның 23 мен 27 күні оңтүстік батыс аудандағы нөмірі 10-ші мектепте қабылдайды. Арыз берушілер құжаттарында әкеледі. Келесі ол жеке көліктер, ерлі-зайыптардың түпнұсқа мен көшірмесі, туу туралы көліктер, балалы болса, неке қию туралы куәлік, сонымен қатар соңғы 6 айдағы табыс туралы жұмыс орнынан анықтаманы әкеледі. Басы ерлі-зайыптылардың өтініш берген сәтте жасы 29-дан аспауы қажет және неке мерзімі кемінде 2 жыл болуы шарт. Биыл сондай-ақ бағдарламаға толық емес отбасылар да қатысылады. Олардың соңғы 6 айдағы табысы есептеліп, меншік құқығында тұрғын үйдің бар жоғы анықталады. Қызмет көрсету орталығынан үй жоқ деген, Қазақстан Республика бойынша үй жоқ деген анықтаманы әрбір отбасындағы мүшесіне әкеледі. Сонымен қатар мекен-жай анықтамасын әкеледі. Өтініштердің үлгісі мен құжаттардың тізімі және бағдарламаның талаптары Ақтөбе қалалық сайтында орналасқан. Сояқтан да азаматтар танысып ала алады. Айта кететін жайт, бала саны көп болса, мүмкіндік те арта түспек. Яғни бірінші балаға 20, ал екінші, үшінші балаға 30 балдан қосылады. Ал некеде тұрған жылдары қосымша бал болып есептелмейді. Гүлден Абайқызы, Самат Қалекенов, Қазақстан, Ақтөбе.